Бойтұмар немесе тұмар адамды ауру сырқаудан, шұқтан, қастандықтан сақтайды деген түсінік бар. Оны тек түйсігі бар адамдар ғана білет деп есептейді. Тілің тасқа, тіл тас жарат, тас жармаса бас жарат деген аталы сөз бар. Тіл көздің тиюі ғылымның шамасы келмейтін өмірде дәлелденген іс. Көзінің не тілінің сұғы бар кісі сұқтанып қараса, сол адам я жануар қалпақтай ұшады, ауырады. Жеңіл болса жазылады, ауыр болса кемтар боп қалады. Тіл көз тиген не көздің сұғы өткен ауруды дәрігерлер емдей алмайды. Сол тіл көзі тиген адамның ұлтарағымен немесе сол адам ұстап кеткен есік жақтауларын сүрткен сумен шұқтайды. Этнограф баба Құмар ағамыз көзқарақты молдаға дұға жаздырып тұмар етіп тағып жүру көшпелі қазақта қалыпты өмір дағдысы болды. Немесе тұмардың ішіне 7 тас салып, дем салдырып, тағып қояды. Кейде аюдың, бүркіттің, қасқырдың тырнақтарын, қасқырдың асығы мен тісін және басқасын тағып жүреді. Сонда адамның назары сол заттарға түседі. Егер тұмар тас тағып жүрген адамға тіл көз тисе, тас қарс айырылады немесе үгітіліп кетеді. Тіл көз тиген адамның арқасы қара көк болып, қан жүрмей қызып ауырады. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген осыдан шыққан дейді. Бірде атақты жиренше шешеннің анасының сүтті биесі болыпты. Биені сайдың басындағы ел көрмейтін жерге апарып сауады екен. Бір күні 2 аттылы адам көрмекші болып, биені сауға шыққан ананың артынан еріпті. Гүрпілдетіп сауып отырып, анандай жерде келе жатқан 2 адамды көріпті де бір кесек қара тасты шелекке сала салыпты. Келген 2 жігіттің бірі: «Бие сауғалы кеткеніңізге көп болды. Әлі сауып бітіре алмай жатырсыз ба?» деп таң қалған екен. Сауған сүтін үйге әкеліп, астауға құйған кезде шелектегі тастың қақ бөлінгенін көрген екен.